Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге подлив жасайтын боламыз. Ең бірінші етімізді майға қуырып аламыз. Майымыз қуырылып болғаннан кейін оған пиязымызды, қияр, қызанақ, картопымызды қосып қуырамыз. Барлығы қуырылып болғаннан кейін томат қосып араластырамыз. Ендігі кезекте өздеріңіздің қалауларыңызша су қойып, содан кейін тұз сеуіп, подливіміздің қайнағанын, яғни піскенін күтеміз. Міне біздің подливіміз дайын болды. Ендігі кезекте макаронымызды, яғни подливімізге арналған макаронымызды дайындаймыз. Ол үшін суымызды қайнатып аламыз. Суымыз қайнағаннан кейін макаронымызды саламыз. Макаронымыз суға піседі. Міне біздің макаронымыз дайын болды. Ендігі кезекте біз макаронымызды судан алып аламыз. Барлығын алып болғаннан кейін оны бөлек тарелкаға салып, макаронымыздың үстіне подливімізді құйып аламыз. Міне біздің подливіміз дайын болды. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.